Hello children, how is it going? Now let's begin today's lesson. Animals, the host of the mountain on pages 85, 86, 87. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 85, 86, 87 беттерін ашамыз. Сол беттердегі жаңа тақырыптарды бүгін өтетін боламыз. Next, animals, яғни жануарлар балалар. Біз бұл тақырыпта wild animals, яғни жабайы жануарлар туралы қарастыратын боламыз. Астындағы суреттегі жануарларды қайталар. Ape, monkey, snake, panda, bear, tiger, wolf. Яғни бұлардың барлығы бізде жабайы жануарлар. Осы сөздікті жазып аламыз. Осы жануарларды жаттап аламыз. Next, the host of the mountain, яғни таудағы елес. Балалар, сіздерде кітаптарыңызда ағылшын тілінде бар, мен сіздерге қазақ тілінде аудармасын айтып берейін. Орталық Азия тауларында елес өмір сүреді. Ол орманда жасырынып, әдетте түнде ғана шығады. Адамдар оны сирек көреді, бірақ қарда із қалдырады. Бұл нағыз елес емес. Бұл қар барысы. Олар аңдиды да, ол үлкен мысық таулардың елесі деп ойлайды. Барыстың басында, денесінде және ұзын құйрығында қара дақтары бар, қалың жүні болады. Оның жүні оны аязды күндері қорғайды, ал оның дақтары оның олжасынан жасыруға көмектеседі. Сонымен қатар қарда жүруге көмектесетін оның үлкен табандары бар. Барыс жабайы қой мен ешкіні жейді, сонымен қоректенеді. Олар басқа жануарларға шабуыл жасағанда 50 қадамға оңай секіреді. Ол өте күшті және оларда 3 есе үлкен жануарларды өлтіре алады. Бақытымызға орай, бірақ олар адамдарға сирек шабуыл жасайды. Өкінішке орай, қар барысы жойылып бара жатқан түрі болып есептелінеді. Қазір олардың саны 4080-нен 6590-ға дейін ғана. Ал Қазақстанда 200-ден де аз. Барыс аман болып, яғни таулардың нағыз елесі болып кетпесе екен деп тілейміз. Next, енді сұрақтарға жауап береміз. Answer the questions. Яғни біздерге сұрақ берілген, ол сұрақтарды жаңағы мәтіннен аламыз. Мәтінде барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге балалар дұрыс нұсқасын қалдырдым. Мысалға бір екеуінің мысал ретінде айтайын. Where do snow leopards live? Яғни қар барысы қайда өмір сүреді деген сияқты. High up mountains of Central Asia. Осылай дұрыс нұсқасын сіздерге қалдырдым. Жазып алыңыздар, есімізде сақтап алайық. Next, exercise 3. Complete the sentence with words from check this words box. Яғни балалар бүгінгі жаңа сөздерге қарап қолдана отырып, сөйлемдерді толықтырып жазуымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып шықтым. Осыларды орнына қойып, сөйлемді толықтырып жазып алсақ болады. Балалар, егер сіздерге тапсырма ұнап жатырса, каналға тіркелуді және лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Каналға тіркеліп қойсақ, әр жаңа сабақ салынған сайын сіздерге хабарлама келіп тұрады және бірінші болып сабақты көретін боласыздар. Next, write 3 facts you remember from the text, tell your partner. Яғни жаңа мәтінді тыңдадық қой. Енді соның ішінде сіздің есіңізде қалып кеткен 3 фактіні айтыңыз дейді. Мысалға мен жазып қойдым. Snow leopards eat wild sheep and goats. They rarely attack humans. In Kazakhstan, there are fewer than 200. Өздеріңіздің естеріңізде нақты сақталған, фактілерді жазып алсаңыздар да болады. Ендеше келесі жаттығуға көшеміз. Next, listen and repeat. What are these words in your language? Яғни parts of animals деп отырғанымыз, балалар, жануарлардың, дене мүшелері, барлығы нақты көрсетілген деп ойлаймын суретте. Eyes, tail, scales, fin, mouth, мысалы балықтікі, ешкінікі, шағаланікі, яғни нақты көрсетілген. Осыларды сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Жаңа сөздерді есімізде сақтаймыз және қайта-қайта қайталасақ, есімізде жақсы сақталатын болады. Next, describing animals. Use the adjectives to complete the descriptions. Яғни біздерге зат есім берілген, қасында сын есімдер де берілген. Осы parrotты не істейміз? Сөз тіркестерін
сөз тіркестерін пайдалана отырып сипаттаймыз, иә. Мысалға, sharp beak, small body, sharp claws, long tail деген секілді екі сөзді біріктіріп сөз тіркесін құрап, біздің тотықұсымызды сипаттап шығамыз. Next, bear, яғни аю берілген, е. Аюды да солай сипаттаймыз. Аузы қандай, мұрны қандай, құлағы қандай деген секілді, е. Сын есімдерде дайын сіздерге берілген. Өте оңай жаттығу және де өте қызықты. Суретпен берілгеннен кейін біздің есімізде жақсы сақталатын болады, е. Және де сонымен қатар аюдың төменгі жағында бізде не берілген? Керік берілген. Керікті де тура солай сипаттап шығамыз, балалар. Next task exercise 7. Listening. Listen and complete the fact file about the bald eagle in your notebook. Яғни, қыран бүркітті не істейміз? Сипаттауымыз керек. Оның қайдан шықты, ода не бар, қандай не жейді, немен қоректенеді деген секілде, қанша жыл өмір сүреді деген секілде. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, және де осыны сақтап аламыз, жазып аламыз, балалар. Next exercise 8 portfolio. Жаңағындай 7-ші тапсырмаға қарап отырып дейді, өзіңізге ұнайтын бір жануарды солай қысқаша не істеп беріңіз, сипаттап беріңіз дейді, балалар. Мен сіздерге өзім нұсқамды қойдым. Мысалға, мен аюды алдым, оның атын, түсін, онда не бар, қандай немен қоректенеді және қанша жыл өмір сүреді деген сияқты мәлімет қалдырдым. Өздеріңізде осылай бір жануарды алып, толық сипаттап шықсаңыздар болады. Балалар, бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.